Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз қазақтың ұлттық ойыны қол күрестіру ойынын ойнаймыз. Сендер осы қол күрестіру ойынын білесіңдер ме балалар? Иә, білеміз. Өте жақсы. Сонда да мен кішкене сендерге түсіндіріп өтейін, иә? Екі қолды біз, екі адам екі қолымызды айқастырып, шынтағымызды нақты жерге қойып, қолымыз, екінші қолымыз жанымызда, ол бізге кедергі жасамау керек. Бір-біріміздің күшімізді сынап көреміз, иә? Ал енді осы ойынды ойнау үшін мен ортаға Нұрмұхаммед пен Мұхаммедті шақырайыншы, ортаға келе қойыңдар. Ал қанекей тұра қойыңдар. Нұрмұхаммед пен Мұхаммед тұра қойшы, қанекей. Иә. Қолымызды, екінші қолымызды нақты қоямыз. Қанекей, мінекей шынтағымызды нақты қоямыз. Қанекей, 1, 2, 3. Ал қанекей, ой, жарайсың, Мұхаммед, ой, жарайсың. Ал қанекей, екінші жұпты ортаға шақырайық. Ернұр мен Шалқарды ортаға шақырайық. Ернұр, қолыңдар қарай қоямыз, дұрыстап қоямыз қолды. Мына шынтақты түзейміз. Шынтақты түзейміз. 1, тоқта. 1, 2, 3. Қане, кімдікі екен? Ой, жарайсың. Қане. Ой, түсті ма? Ой, ал, көтер, Ернұр, көтер, қолды көтер. Шаман жете ма? Мына екі жігіт беріспейді екен, иә? Екі жігіт беріспейді екен. Не болды, Ернұр? Тиді ма? Ой, Шалқар жеңіп кетті, иә? Отыра қойыңдар, қанекей. Ал, екі жеңген жігітті ортаға шақырайын, қанекей. Екі жеңген жігітті ортаға шақырайын, қанекей. Ал, екі жеңген жігіт мықтап отырамыз, қанекей. Дұрыстап, қолыңдар қарай қой, Нұрмұхаммед, қолыңды дұрыстап қой. Ал, 1, 2, 3.